Қазақ тілі пәні тақырыбы дауыссыз қ мен ғ. Кестедегі сөздерді дауыстап оқы. Есіңе сақта, ғ әрпі сөздің соңында жазылмайды. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысы ғ дыбысына айналады. Мысалы, достық, достығы, атақ, атағы, құшақ, құшағы. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 15-і үй жұмысы. 32-ші жаттығу 54-ші бет. Өлеңді көшіріп жаз. 33-ші жаттығу 53-ші бет. Бос төркөздерге әріптерді сан ретімен орналастырып, мақалды көшіріп жаз.